Егер сен трейдингті жаңадан бастасаң, уровендерді жақсылап анықтау үшін ең алдымен Fibonacci'ді қолдансаң болады. Fibonacci'ді мына жерден аламыз. И жоғары тренд болатын болса, біз үстінен астқа қарай сызатын боламыз. Ол үшін ең үстінен аламыз да, соңғы атқатқа дейін бір трендті есептейміз. Және осы аймақтардағы бізде мына жерден кейінгі бетте уже мына 0786, 618, 05, 0382 деген сияқты Fibonacci деңгейлері бізге уровеннің қызметін атқаратын болады. Енді осы жерлер бізде қалай қызмет атқаратынын көретін боламыз. Мысалы 30 минут таймфреймге ауыстырдым. Бізде мына жоғары жерден алғаннан кейінгіден бастап уже бізде уровендердің қызметін атқаратын болады. Мына жерде бір сызып аламыз. Мына жерде бір сызып аламыз, иә. Бізде осы жерлерге келген. Осының астындағы уровенге бір рет келіп кеткені бар екен. Ложный пробой болған ең басында, иә. Бұдан кейін мына жердің ретестілді осы жерден болған. Бұдан кейінгі мына жерді бұзғаннан кейін қайта осы уровеннен жоғары көтере алмай тест жасап, бұдан төмен қарай кеткен. Тоқтаған жеріміз одан кейінгі уровенге келіп тоқтаған. Міне осы жерден поддержка алған. И одан кейінгісінде уже бұзғаннан кейін келесі остановкасы мына жерде ложный пробой денесімен осы жерден жабылған, осы деңгейден. Кейін тағы осы жоғарыдағы уровенге барып тиген. Бұл біздің тек қана бойынша сауда жасау істеріміз. Fibonacci'ді толығырақ үйренгің келсе, біздің YouTube каналдағы сабақтарымызды көрсең болады.